Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 17-ші сабағы өзіңді тексер тақырыбы. Бірінші жаттығу мәтінді тыңда. Бүгін жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздарына күтті. Ағайгүл туралы сұрақ болды. Мерей сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне, іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Енді балалар, осы бірінші жаттығуға қатысты тапсырмаларды орындайық. Мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жаз. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын көрді. Екінші сұрақ: ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Сөредегі кітаптардан іздеп тапты. Үшінші сұрақ: аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Сызбадан хабар жүргізуші мен Мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап. Сөйлеу әрекетінің 2 түрі бар: ауызша және жазбаша. Мерей ауызша сөйлеу әрекетін таңдады. Жүргізуші айтты, Мерей тыңдады. Екінші жаттығу: төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Саян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Ол сөздерді теріп жазды. Саян мәтінді түсініп оқыды. Жазған сөйлемдеріңнен 4 дыбыс, 3 әріптен тұратын сөзді тауып, астын сыз. Мұнда Саян сөзі 4 әріп, 5 дыбыстан тұрады. Үшінші жаттығу: ертегіні парталасыңмен рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мені «Бадырақ өз» деп мазақтады. Одан басқа не деді? «Қалқан құлақ, қылый көз». Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен «Қорпаңбай» деп едім. Көрдің бе? Әне, алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса, ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Оқығанның диалог екенін дәлелде. Әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқанын айт. Бұл диалог, өйткені бұл жерде 2 адамның өзара сөйлесуі жазылған. Әңгімелесудегі кейіпкерлер қоян және оның көжегі. Төртінші жаттығу: суреттерге қара. Қай суретпен диалог құрастыруға болады? Неге? Парталасыңмен бірігіп, диалогты жалғастырып көр. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Я. Ала ғой, ас болсын. Бұл диалог 2-ші суретке қатысты. Қоян, аю, тиін сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Қоян сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Тиін сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс бар. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, мені жоғалтыламас үшін осы арнаға тіркеліп алыңдар. Күнделікті үй тапсырмасын менімен бірге орындаңдар.